Белсенді негізі ұстап жындыханаға жатқызған полиция қызметкерлері немесе психдиспансер басшысы бір жауапкершілікке тартылды ма осы оқиғаға байланысты? Мен білуімше, бұл жерде полиция қызметкерлері ешқандай жаңағы өздерінен өзі ол кісіні мына жындыханаға апарған жоқ. Ол жерде бір жеке тұлғадан арыз түсті. Телефонмен хабарласып, бұл кісі осындай бізге агрессия көрсетті деп, сондай арыз түскеннен кейін жаңағы ауруханаға тіркелді ол кісі. Бірақ дәл сол кезде мен өзім тікелей біздің идеологиялық блогымен және өзім орынбасарымен Роза Бейсенбай тегі апамызға кісілерді жібердім. Содан кейін біз сол ауруханадан ол кісіні шығардық. Сондықтан полиция қызметкерлеріне қандай да болсын жаңағындай жауапкершілікке тартылды деген менде ақпарат жоқ. Және де ол жерде дәл сондай оларға кінә тігіліп, немесе осындай қате жасады деген ақпарат жоқ ол жерде. Енді жаңа ешқандай арыз бойынша қамалғанын, жындыханаға жатқызылғанын біз жақсы білеміз. Сонда белсендіні жалпы ешқандай бір жындыханаға жатқызбай, неге оны бір полиция бөліміне апарып, одан бір сұрақ алуға болмады ма? Неге ол бір күн бойы жатып шықты? Павлодарда мысалы сіз қандай да бір мәселе көтерсеңіз, сонда жындыханаға жатып қалуыңыз әбден мүмкін ба? Сонда қалай? Роза Бейсенбай тегін мен өз басым жақсы білемін. Тікелей байланыстамын. Ол кісімен талай рет өзім жеке қабылдауымда болды. Қала әкімі болған кезде де, одан кейін де. Мен әр белсендімен біз тығыз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде айтқандай жаңағындай арыз түсіп, телефон арқылы қоңырау шалынғаннан кейін 102-ге бұл жерге полиция қызметкерлері келіп, алып, тыңдамағаннан кейін бұны зерттеуге ауруханаға апарған, зерттеу үшін. Содан кейін ол ақпарат маған келді. Мен келгеннен жаңағы айтқандай, ол ақпарат келген уақытта бірден өзім қоңырау шалып, өзім орынбасарымды жібердім. Қала әкімімен бірге. Сондықтан біз ол мәселені толықтай өзіміздің бақылауымызда ұстап шештік. Менің ойымша, бұл жалпы оқиға болған бір жылдай болып қалды. Қателеспесем. Бір жыл әлі болған жоқ. Жалпы осы жындыханаға жатқызу дұрыс болды ма? Дұрыс шешім болды ма? Қате болды ма?